білместе ме? Біз Көкшетау қаласы Абай атындағы қазақ тілінде оқытылатын дарынды балаларға арналған номер 3 облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының 10 сынып оқушылары Тасболат Мадина және Орынбаева Гаухар. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған тақырыбымыз лазерлік пернетақтаны қолданысқа енгізу. Жетекшіміз информатика пәні мұғалімі Карманова Гүлнұр Максетова. Жалпы айта кеткенде лазерлік пернетақта дегеніміз не? Лазерлік пернетақта виртуалды пернелері бар. Саусақтардың қозғалысын бақылай отыра, оларды пернені басу жобасына енгізетін құрылғы. Қоғамда лазерлік пернетақта өзекті болып табылады. Яғни айтқанда, мектепте, білім беру ұйымдарында өрт қаупін тудырмас үшін лазерлік пернетақта таптырмас смарт технология болып табылады. Ал оның артықшылықтары қандай? Пернелері жоқ, сымсыз жұмыс жасай алады. Тінту ретінде де қолдануға болады. Қалтаға қалта телефоны тәрізді салып жүру өте ыңғайлы. Өзге девайстарға қосылу мүмкіндігі бар. Мысалы Bluetooth, USB қосылымына. Пернетақтаның тарихына үңілетін болсақ, ең алғаш рет 1873 жылы Кристофер Соус ойлап тапқан. Сонымен қоса, IBM Engineers американдық компаниясы виртуалды пернетақтаны бірінші болып жасады. Лазерлік пернетақтада ең бастысы батарея сыйымдылығы. Себебі бұл сымсыз жұмыс жасайтын құрылғы, және ол ұзақ жұмыс жасауы тиіс. Стандартты сапалы лазерлік пернетақталардың батарея сыйымдылығы 800 матчтан 2000 матчқа дейін жетеді. Лазерлік пернетақтаның Bluetooth-бен байланысы бар. Оған қоса, лазерлік тінту сияқты жақсы қосымша мүмкіндіктермен бірге келеді. Ал енді біз сіздерге лазерлік пернетақтаның жұмыс жасау процесіне шолу жасайық. Бұл құрылғы лазерлі болғандықтан, оның өлшемі маңызды емес. Bluetooth қосылымына мүмкіндік болғандықтан, USB сымын тек зарядтау үшін ғана қолданған тиімді. Сонымен қатар, iOS құрылғыларына да қосылады. Осы пернетақтаның тиімдісі ешқандай қосымша қолданбаларды жүктеуді қажет етпейді. Лазерлік пернетақталар негізінен шағын әрі портативті болады. Олардың батареяларының қуаты тиімділігін анықтайтын өте маңызды аспект болып табылады. Олар бірнеше сағат бойы батареяның заряды таусылмай жұмыс істей алады. Лазерлік пернетақтаны қолданысқа енгізу жобамыз осы. Назар салып, зейін қойып тыңдағандарыңызға алғысымыз шексіз.